Сәлем достар, бүгінгі сұрақ. Менің кешегі күнім, менің өткендегі күнім, менің жалпы әр күнім бір күніне ұқсайды. Мен не істеу керек екенін білмеймін, менің өмірім қызықсыз. Жақсы сұрақ достар, жақсы сұрақ. Дәл осы сұрақта бүгін біз жауап беретін боламыз достар, міндетті түрде. Бастамас бұрын арнаға тіркеліп кетіңіздер. Сіздер өздеріңіз жақсы білесіздер, не істеу керек екенін. Арнаға тіркеліп кетіңіздер, лайк басу керек. Комментарияға өзіміздің дәл осы сұраққа жауабымызды жазып кету керек. Идеямызды, лайфхагымызды, өмірлік сабақтарымызды. Және де менің инстаграм арнама тіркеліп кету керек. Ол жерде тіпті пайдалы. Сонымен қоса бұл болашақ мұғалім арнасы екенін білу керек. Бұл болашақ мұғалім арнасы кетіп достар, бастаймыз. Не істеу керек? Саған әр күн ұйықтардың алдында жарты сағат қалған кезде, немесе 1 сағат қалған кезде, 1 сағат деп алайық. 1 сағат қалған кезде, яғни өзінде режим болу керек. 2 сағат, бір күні сағат 2-де, бір күні сағат 3-те, бір күні сағат 4-те, бір күні сағат 10-да ұйықтап қалмау емес, сенде бір режим болу керек. Сол режимнің алдында 1 сағат бұрын сен аласың, өзіне блокнот, бір дәптер, общий дәптер, қою дәптер, немесе күнделік арнайсың, дәл сол жерге жазасың. Бүгін мен не істедім? Бүгін мен қандай жақсылық жасадым? Бүгін бүгінгі күнім үшін не үшін алғыс айтамын? Яғни түсінікті деп ойлаймын. Яғни сен анализ жасайсың. Анализден кейін сен міндетті түрде бір пункт, енді өзіңнің анализ. Менің анализімде, мен күнделігімде мен былай жазамын. Мен бүгінгі күніндегі барлық нәрсеге алғыс айтамын, яғни не нәрсеге мен алғыс айтамын, соның бүкілін жазып шығамын. Және де ең соңында мен өзіме бүгінгі күндегі қателікті жазамын. Яғни егер де бүгінгі күнде былай жасамаған кезде, онда былай болар еді деген сияқты. Одан кейін басқаларыңқы бар. Мысалға біреуге алғыс айтады, біреуге қандай жақсылық жасағанын айтады, анализ жасайды, обзор жасайды. Бірақ бұл жердегі кез келген жерде сен өзің енді қарап көр, интернетте көп варианттар. Бірақ қана момент важный аспект бар. Өте маңызды аспект бар. Бұл мен бүгінгі қателікті, яғни мен бағанағы соңғы пункт бар ғой, бүгінгі күнде мынаны жасамаған кезде қандай жақсы болар еді. Мысалы, мен бүгін достарымызбен көп жүріп қалмаған кезде бәлкім жақсы болар. Немесе мен бүгін кішкене аз тамақ жегенде жақсы болар ма еді деген сияқты. Тура сол сияқты сен жақсы болар ма еді, өзіңнің қорытынды жазасың, яғни қателігі жасамайтындай етіп жазасың, және де сол қателікті келесі жасамайсың. Сен келесі күнге мақсат қоясың, келесі күнде бұл қателіктерді алып тастайсың. Осылайша сен әр күнін жақсы өткізерсің. Сен ұйықтардың алдында дәл осы сұраққа жауап берсең болды. Смело. Жай ғана ойша емес, сен кәдімгідей жазып, мида сақталады, өйткені сен жазған кезде мида сақталады. Сондықтан дәл осындай жолмен жасап көрген дұрыс болады. Осылайша сен әр күннің бұрынғы күніне ұқсамайды, сен керісінше әр күн сайын дамып отырасың. Прогресске жетесің, қателіктерді жоя бастайсың, жаңа қателік кездессе, сол қателікті сабаққа айналасың, сабақ сенің өміріңді одан сайын гүлдендіре бастайды, білім жинай бастайсың. Достар, бізде ендеше осы келесі видеоларда кездеспес бұрын міндетті түрде Тинейджер клубқа қосылыңыздар. Тинейджер клубы менің авторлық курсым 3 блоктан тұрады. 3 блоктың ішінде біз қаржылай тәуелсіз боламыз. Біз өмірімізді 360 градусқа өзгертеміз. Біз жақсы әдеттер қалыптастырамыз. Біз миссиямызбен танысамыз, біз болашағымызды жазамыз. Толық ақпарат описанияда келдік достар. Ендеше келесі видеоларда кездескенше әр күнімізді босқа өмір сүрмейік. Әр күніміз бізде жақсы, жаңадан керемет ғұмырдан тұрсын. Күнімізді пайдалы өткізсін. Келесі видеода кездескенше.